Бір жылдан бері Алматы қаласы білім басқармасының басшысы Сайфединов Сайран Тапенұлы менің жазған арыздарыма заңды жауап бермей, жеке сот орындаушыменен өзінің қол астындағы қызметкерлерінің қылмысын жасыру мақсатта менің соңғы жазған арызыма сіздің бұл арыздарыңызға бұрын егжей-тегжейлі жауап бергенбіз деген жалған жауап беріп отыр. 3 қыркүйек күні 25 жылы берген жауабында ол біз қазір қызметтік тексеріс жүргізіп жатырмыз, сізге міндетті түрде қосымша ақпарат береміз деп жауап берген болатын. Не содан бері не жауап жоқ, не атқарылған іс жоқ. Жеке сот орындаушы өзінің атқару ісі күні қалалық 33-ші мектептің мұғалімдерімен және балалардың құқығын қорғау комитетінің қызметкері Барлықбаевты заңсыз іске тартып, ол қызметкерлер жеке сот орындаушының пайдасына қызмет еткен. Бұл тікелей заң бұзушылық болып саналады. Сайран Тапенұлы өткен жылы мамыр айында өзінің бірінші қабылдауында бізді тыңдап болғаннан кейін көмекшісіне неге сен қызметкерлерді шақырмайсың, сол бүгін қабылдау екенін білесің ғой деп ұрысып, өзі біздің ісімізді бақылауға алатынын айтып шығарып салған болатын. Қыркүйек айында екінші рет қабылдауға кіргізген кезде сол қызметкерлермен беттестіріп қабылдаудың орнына бізді шығарып салғаннан кейін сол қызметкерлерді оңаша шақырып кабинетіне отырғызған кезде мен былай кіріп бардым. Маған Сайран Тапенұлы жауап бере алмай орнынан тұрып қашып кетті. Міне содан бері әлі нәтиже жоқ. Медеу ауданы білім басшысы Нұралиева Ақнұр Оразханқызы сол күні заңның бұзылғандығын, қызметкерлердің заңсыз тартылғандығын және балалардың жылап, балалардың құқығы тапталғандығын өзі былай мойындап отыр. Нұралиева Ақнұр Оразханқызы. Медеу аудандық білім бөлім басшысы. Біз өзімізден Алихан бізге бас маман қорғаншылық бөлім бойынша ол күні сотта болды. Оның көмекшісі, бұл кісілер айтып жатқан Барлықбаев Ержан Дауытович. Ол кісіні біз жібердік сол жерге баруға. Барған кезде үйде тек қана нағашы әжесі мен 2 бала болды. 1-ші класс оқитын және 2-ші класс оқитын. Сот орындаушылары ол жерге өзінің бірнеше топ жігіт ер адамдармен келді. Үйден дүниелерді шығарып жатты. Біз барған кезде уже Ержан Дауытович барған кезде. Сосын бізге балаларға, 2 кішкентай бала қатты жылап жатқандықтан 3-ші баланы 11-ші класс оқиды екен. Біз мектептен соцпедагогпен бірге қосып жіберуін сұрадық. Нұралиева сол күні 2 кішкентай бала қорқып әбден жылап көнбей кеткеннен кейін 11-ші сыныптағы ағасын мектептен босаттық деп отыр. Ал білім департаменті білім министрлігіне берген жауабында ол күні балаларға ешқандай қауіп төнбеген деген жалған жауап берген. Неге бір жүйедегі 2 басшы 2 түрлі сөйлейді? Осында 200-лікпен жүрген басшы өзінің қол астындағы қызметкерлеріне қалай үлгі болмақ? Ал заңды бұзған мұғалімдерше балалардың көз жасын өздерінің басшыларының әділетсіздігін көріп тұрып, ертең мектепте оқушыларға қалай тәрбие бермек? Менің балаларым бөтен ортада үрейленіп, өңшең түремшіктердің арасында қалып, жылап, қорқып, психологиялық соққы алды. Ал сол менің балаларым бұзылған психологиясына кім жауап береді? Әрбір баланың көз жасы елеусіз қалмау керек. Бүгін балаларының құқығын қорғай алмаған қызметкерлер, ұстаздар ертең елдің де болашағын қорғай алмайды.